күмәнді қайырымдылық қорлар. Соңғы күндері ғаламтор және әлеуметтік желілерде, қоғамдық орындарда, сауда орталықтарында әлеуметтік қолдау, қаржылай көмек беру мақсатында түрлі қорлардың жарнамасы еркін жүруде. Дүкендерде, көшелерде түрлі жәшіктерді орналастырып, қолдауға шақырып жатқан іс-шараларды байқаймыз. Бұл әрекеттер жомарттан алып, жарылыны жарылқап жатса, көңіл қуантарлық іс. Дінатын немесе түрлі мезгілдік акцияларды пайдалана отырып, өздерінің жымысқы іс-әрекеттерін жасайтындар да жоқта емес. Ескертеміз, күмәнді діни қайырымдылық қорларына ақша аударудан бұрын олардың сенімділігін мұқият тексеру қажет. Себебі кейбір ұйымдар діни қайырымдылық деген атпен алаяқтық жасайды, немесе экстремистік, радикалды топтарды қаржыландыруы мүмкін. Егер қайырымдылық қорының сенімділігіне күмәніңіз болса, төмендегі қадамдарды орындау арқылы оның шынайылығын тексеруге болады. Ресми сайт пен ақпараттарды тексеру. Қордың ресми сайты бар ма? Ол жерде ұйым туралы толық ақпарат, мекен жайы, байланыс нөмірлері көрсетілген бе? Сайттағы ақпарат үнемі жаңартылып отыра ма? Мемлекеттік порталдардан іздеу. Қазақстанда тіркелген қайырымдылық ұйымдарды Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі немесе мемлекеттік порталдарда ашық нормативтік құқықтық актілерден тексеруге болады. Егер қор ресми тіркелмеген болса, оған ақша аудару қауіпті. Олар туралы қоғамдық пікір қандай? Қор туралы интернетте пікір бар ма? Әлеуметтік желілерде олардың жұмысы туралы нақты есептер бар ма? Алаяқтыққа байланысты шағымдар түсіп жатқан жоқ па? Байланысқа шығу. Қордың өкілдерімен сөйлесіп, сұрақтарыңызды қойыңыз. Егер олар қысым жасап, шұғыл ақша аударуды талап етсе, бұл күмәнді белгі. Алаяқтық белгілеріне назар аудару. Белгісіз телефон нөмірлерінен немесе әлеуметтік желі арқылы ақша сұрау. Төлемді тек қолма-қол немесе жеке шотқа аударуды талап ету. Жалған құжаттар мен жалған есептер көрсету. Егер сізге күмәнді қайырымдылық қор кездессе, Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдарына хабарласыңыз. Құрметті қайырымдылық жасауға асыққан жан. Егер қордың сенімділігіне толық көзіңіз жетпесе, ақша аударуға асықпаңыз. Оның орнына белгілі әрі ресми қайырымдылық ұйымдарына көмектескен жөн.